бір нәрсені бастамай жатып тоқтап қалатын адамдарды кездестірген боларсың өмірде. Мүмкін өзің де соның бірі шығарсың. Үнемі сылтау айтып, кері тартуға дайын тұратындар, сенің арманыңа күдікпен қарайтындар айналаңда жетерлік. Солардың әсерінен сен де алға жылжудың орнына судың түбіне қарай бата бересің. Бұл бәрінің басында болатын қалыпты жағдай. Депрессияға түсіп, өзіңнің кім екеніңді білмей, өзіңді қайдан іздеріңді білмей, қайда баратыныңды білмей, дел-сал күйге түсесің. Түнде жылайтын да шығарсың. Мүмкін Алладан байлық берші, бақыт берші деп сұрайтын да шығарсың. Бірақ осының бәрін істеместен бұрын миыңа төңкеріс керек екенін ұмытпа. Сен ешкімге де керек емес мына әлемнің бір бөлшегісің. Ойлашы, егер сен аяқ астынан өліп кететін болсаң, ата-анаң мен достарың, жақындарың біраз уақыт жылайды да, бірақ сенің артыңнан өлмейді. Өмір сүруін жалғастыра береді. Өмірдің заңы солай. Сен тек өзіңе ғана керексің. Не жетпей жүр саған? Уақыт, ақша, ұйқы бәріне де үлгеруге болады. Уақытты сен басқармасаң, уақыт сені басқарады. Өз өміріңді өзің басқармасаң, сенің өміріңді басқа біреу басқаратын болады. Осыны түсінетін кез келді. Түптеп келгенде, сен тек өзіңе ғана керексің. Сенің ең басты жауың да, досың да өзің. Онда неге сен басқалардың ойы маңызды деп ойлайсың? Онда неге сен қоғамның пікірінен әлі аса алмай келе жатырсың? Онда неге сен үнемі анау не дейді екен, мынау не дейді екен деген ойлар толғандыра береді? Неге сен армандарыңа сатқындық жасауға дайын тұрасың? Неге сен өмірде жетістікке жету үшін ақша мен таныс керек деп өзіңе қоршау құрып алдың? Сен осы сұрақтарды өзіңе қойып көрдің бе? Өзіңмен шынайы сөйлесіп көрдің бе? Бір рет болсын өзіңнен үлкен нәрсені талап етіп көрдің бе? Өзің ешқандай әрекет жасамай тұрып, жетістікке жетем деп ойлайсың ба? Өз қабілетіңді неге жасырып жүрсің? Өз қорқынышыңның көлеңкесіне неге тығылып жүрсің? Өз өзіңді неге бағалай алмай жүрсің? Өз сәтсіздігің үшін неге басқаларды кінәлай бересің? Неге үнемі өзіңді басқалармен салыстыра бересің? Неге әр нәрсеге уайымдай бересің? Неге? Ойлаш өзің. Тұр, жүр, жүгір, ұмтыл, оян, әрекет ет. Бір орында тұрып қалма. Ешкімнің ойы сені тоқтатпасын. Егер сен мықты болсаң, ешкім сенің жолыңа кедергі бола алмайды. Өзіңнің жолыңды ізде, өзіңнің орныңды тап. Елден бұрын өзіңе, айналаңа пайдаң тигіз. Ең ұлы армандар, кішкентай мақсаттарды орындаудан басталатынын ұмытпа. Ештеңеге алаңдама. Ойың тек бір нәрсеге шоғырлансын. Осы күнге дейін жасаған қателіктерінің бәрін ұмыт. Негативті адамдарды өміріңнен сыт таста. Энергияңды армандарыңа жұмса. Ерінбе, сылтау айтпа, ақталма. Өзіңді кінәлі сезінуді доғар. Армандар жолында жасаған дүниең үшін ұялма. Дүниеде түкке қолың жетпеген үшін ұялғың келмесе, бүгін қимылда. Уақыт өтіп жатыр. Өз-өзіңмен алысып жүргенде бәрі сені ақымақ көруі мүмкін. Сыртыңнан күлуі мүмкін. Мән берме. Тіпті саған ешкім сенбесе де әрекет ете бер. Ең басты арманыңды ұмытпа. Ойыңдағының бәрін қағаз алда жаза бер. Әлсіздік танытпа. Ешкімнен қолдау күтпе. Сені көре алмайтындар жолына мыңдап кездеседі. Әрқайсысын алаңда уақытыңды босқа жоғалтпа. Бастысы адал бол, шыдамды бол. Қиналдым екен деп мақсатыма тез жетсем екен деп дұрыс жолдан айнып кетпе. Мен саған сенем, досым. Басқалар жеткен жетістік сенің де қолыңнан келеді.